Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін сүтті қыз тортын дайындаймыз. Бізге қажетті құрамына сары май, жұмыртқа және сгущенка керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен 2 банка сгущенка қостым, баночка. Сіздер қалауларыңыз бойынша 1-1,5 баночка қоссаңыздар болады. Негізі сгущенка қою болған сайын біздің сүтті қыз тортымыздың корждары әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, осы аталған құрамның барлығын жақсылап араластырамыз, және ұнды қосқан кезде оның құрамына разрыхительді ұмытпаймыз. Біздің негізгі массамыз дайын болып жатыр. Қарап тұрғандарыңыздай, до рисунка дейді ғой, түрі сондай болып дайын болып жатыр. Біздің сүтті қыз тортымыздың коржына дайындалып жатыр. Енді пергамент бумаганы аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұны сызып алсаңыздар болады, карандашпен немесе ручкамен, немесе белгілі бір корждың сыртына арналған затпен де сызып алсақ болады. Сөйтіп осылай қасықтап құямыз және домалақ күйінде әдемелеп видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықпен жайлап жаямыз. Міне біздің коржымыз әдемі болып шықты. Осыны дайын болған печкамызда 150-170 градуста пісірсеңіздер болады. Енді өздеріңіздің печкаларыңызға қарай градусын әдемелейсіздер. Міне мен қатты ақшыл болғанды ұнатпаймын, маған осындай түс ұнайды. Осылай дайындап алдым корждарымды. Енді келесі кезекте бізде сливки, Чудское озероны қосам және сливочный сыр, крем чизді қосам. Және сонымен қоса, көріп тұрғандарыңыздай сахарны пудра үшеуін жақсылап араластырып, біз сүтті қыз тортына арналған кремімізді дайындаймыз. Және де көріп тұрғандарыңыздай, бұны да өзіміздің миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Креміміздің әдемі болып шығуына бізде сливки мұздай болу керек. Жақсылап араластырып крем дайындаймыз. Креміміз дайын болды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай дайын болған коржымызды кольцоның ішіне салып, кремдерімізді жағамыз. Кольцо жоқ болса да жинауларыңызға болады. Негізі кольцоны жан-жағын былай тартып, домалақ әдемі форма шығу үшін көбінесе пайдаланылады. Әдемелеп осылай кремімізді жағып шығамыз. Мына тортымыз толық жиналды. Енді кішкене сәндеу үшін осылай кремдерін жинақтаймыз. Креміміз көріп тұрғандарыңыздай әдемі крем дайын болды. Тортымыздың да, коржымыздың да, креміміздің де өте керемет шықты. Бұл тортты негізі бір дайындағаннан әдем болып шығады. Мұны келесі кезекте ыстық суға Қазақстан шоколадын салып, осылай сыртынан орап ыстық суға ертсек болады. Бұл тортымызды әрлеуге арналған шоколад. Сүтті қыз тортын үй жағдайында дайындасаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ, әдемі болып шығады.
ең бастысы бұл коржға да байланысты. Сүтті қыз тортын әдемі шығуы. Міне тортымыз дайын. Менің каналыма жазылып тіркеліп кетіңіздер және өз комментарияларыңызды жазып кетіңіздер.